Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен Бегайдарова Лилия Айдосовна, Жамбыл облысы Жуалы ауданы номер 1 мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімімін. Бүгін сендер назарларыңа ұсынғалы отырған сабағым 3 сыныптарға арналған математика пәнінен үлес туралы түсінік, уақытты қалай өлшейді тақырыбында болғалы тұр. Бүгінгі сабаққа қойылатын оқу мақсаттары мынандай: санның және шаманың үлесін табуға берілген есептерді талдау және шығару, шамалар арасындағы тәуелділікке, пропорцияның белгісіз мүшесін табуға берілген есептерді талдау және шығару. Бүгінгі сабақта сендер үлестің пайда болуын көрсету, оларды оқу, жазу және салыстыру, сонымен қатар соларға байланысты есептерді шығаруды меңгеруге тиіссіңдер. Сабағымызды бастамас бұрын ауызша санақ жүргізіп жіберейік. Шапшаң есептеуге дайынсыңдар ма? Ал қанеке, бастайық. Жоғарыдағы сандарды алдымен 4 есе кемітіп, содан кейін 4-ке кемітіп жазып шығайық. Аяқтадық па? Жарайсыңдар. Олай болса, өзімізді тексеріп шығайық. Балалар, сендердікіде дәл осылай шықты ма? Тамаша. Ал енді балалар, келесі тапсырма тиісті санды тап деп аталады. Мұқият қараңдар, мұнда қандай математикалық операция жүргізілген? Ойлан. Қандай сандар шықты? Орындадық па? Тамаша. Балалар, ал енді мына суретке мұқият қарап шығайық. Суретте не көріп тұрмыз? Бұл алманы 2 балаға теңдей етіп бөліп беруге бола ма? Сендер қалай бөлер едіңдер? Әр бала неше бөліктен алады? Дұрыс, әр бала жартыдан алады. Жарты дегеніміз бұл 2-ден 1 бөлік. Ал енді балалар, мына суреттерге мұқият қарайық. Бірінші ұяшықта алма теңдей неше бөлікке бөлінген? Дұрыс, 2 бөлікке. Үшінші ұяшықта алма теңдей неше бөлікке бөлінген? Дұрыс, 4 бөлікке. Ал енді балалар, тәттіні бәріміз жақсы көретін шығармыз. Торт неше бөлікке бөлінді? Дөңгелекше. Тамаша. Ал енді балалар, мына ережені естеріңе сақтап жүріңдер. Егер бір нәрсені бірдей бөліктерге бөлсек, бұл бөліктер математикада үлес деп аталады. Үлесті 2 натурал санды бөлу сияқты жазады. Егер бүтінді 2 үлеске бөлсе, онда бір үлесті былай жазуға болады. Бөлшек сызығы бөлу таңбасын білдіреді. Егер бүтінді 3 бөлікке бөлсе, бір үлесті былай жазуға болады. Кейбір үлестердің ерекше атауы бар. 2-ден 1 үлес жарты, 4-тен 1 үлес ширек деп аталады. Сөйлеу тілінде көбінесе осылай қолданылады. Ал енді балалар, менің айтқандарымды жадымызға жақсы сақтап алу үшін мына бейне жазбаны мұқият тыңдап алыңдар. Бұл видеода бөлшек дегеніміз не екенін түсінуге тырысамыз. Бөлшек бүтін бір заттың бөлігі деген ұғымды білдіреді. Күнделікті өмірде бөлшектер өте көп кездеседі. Мысалы, дөңгелек пішіндес торт деп есептейік. Ол 4 бірдей бөлікке бөлініп кесілген екен. Сосын оның суреттегі боялған бөлігі желініп қойды делік. Торттың қандай бөлігі желінді, ал қандай бөлігі қалды деген сұраққа біз бөлшекті пайдаланып жауап бере аламыз. Қандай бөлігі желінді? Торт әуелі 4 бірдей бөлікке бөлінді,
оның 1 бөлігі желінде. Сол себепті 4-тен 1 желінде дейміз. Ал қаншасы қалды деген сұраққа 4 бірдей бөлік болды тағы да, оның 3 бөлігі қалды. Демек, торттың 4-тен 3-і қалды деп жауап береміз. Келесі мысал ретінде шоколадты қарастырайық. Сенде 5 бірдей бөліктен тұратын шоколад бар дейік. Оның 3 бөлігін бауырыңа бөліп бердің. Бауырыңда қанша бөлігі, сенде қанша бөлігі қалды деген сұраққа бөлшекті пайдаланып жауап беріп көрейік. Барлығы 5 бөліктің 3-і бауырыңда, яғни 5-тен 3-і деп жауап береміз. Ал өзіңде қалғаны барлығы 1-де 5 бөлік, соның 2-і. 5-тен 2-сі өзіңде. Ал енді саған сұрақ. Суретте берілген фигуралардың қандай бөлігі боялған деген сұраққа жауап берсең. Төртбұрыш, дөңгелек, үшбұрыштың қызылмен боялған бөлігі қандай бөлшек арқылы өрнектеледі? Қазір видеоны уақытша тоқтата тұрып, жауабыңды комментарийға жазып қойсаң болады. Ал кеттік. Енді дұрыс жауапқа кезек берсек. Бірінші төртбұрышымыз 3 бірдей бөлікке бөлінген, оның 1 бөлігі қызылға боялған. Жауабы 3-тен 1. Дөңгелек 5 бірдей бөлікке бөлінген, оның 3 бөлігі қызылға боялған. Жауабы 5-тен 3. Ал енді үшбұрышқа назар аударайық. Бұл 4 бөлікке бөлінген, оның 1 бөлігі боялған, демек жауабы 4-тен 1 деп ойлауы мүмкін. Алайда мұқият қарасақ, бұл бөліктер бір-біріне тең бе? Бірінші мен екінші бөлік бір-біріне тең бе? Біз олай айта алмаймыз. Сол себепті 4-тен 1 боялған деген жауап дұрыс емес. Қорытындылай келсек, бөлшек деп бүтін бір заттың бөлігін білдіретін ұғымды айтамыз дедік. Ол 2 сан арқылы жазылады. Астыңғы және үстіңгі сан. Астыңғысы бөлімі, үстіңгісі алымы деп аталады. Бөлімі берілген бүтін қанша теңдей бөлікке бөлінгенін білдірсе, ал алымы сол бөліктердің қаншауы таңдалды, немесе қаншауы қалды деген сұраққа жауап береді. Оқылуы бөлімінен алымы. Мысалы, 3-тен 1-і, 7-ден 5-і, 16-дан 11, немесе 100-ден 21. Тағы сол сияқты. Енді берілген сұрақтарға жауабыңды комментарийға қалдырсаң. Бірінші, күнделікті өмірде бөлшектің қандай мысалдары кездеседі? Екінші, Ермек шоколадтың 3-тен 2 бөлігін жегісі келді. Алайда шоколад 6 бөлікке бөлінген. Ермек осы 6 бөліктің қанша бөлігін жеу керек? Жауабыңды күтем. Осы видео ұнаған болса, лайк басып, достарыңмен бөліс. Келесі кездескенше. Ал балалар, енді білімдерімізді бекіту үшін келесі тапсырмаларды орындайық. Бүтіннің бөлігін атап көрейік. Торт неше бөлікке бөлінген, неше бөлігі алынды. Алма неше бөлікке бөлінген, неше бөлігі алынды. Ал енді қолымызға қаламсабымызды алып, дәптермен жұмыс жүргізіп көрейік. Фигураның қандай бөлігі боялмаған? Сана, жазып көр. Фигураның қандай бөлігі боялған? Есептеп, дәптеріңе жаз. Ал балалар, келесі тапсырма кішкене ойлануды қажет етеді. Сағаттың әрбір цифрлы беті қанша бөлікке бөлінгеніне қара. Әр бөлікте қанша минут бар екенін есептеп жаз. Үлгердік ба балалар?
Жарайсыңдар. Келесі тапсырмада Әлияға уақытты әртүрлі айтуға көмектесіп көрейік. Мұқият бол. Орындадық па балалар? Жарайсыңдар. Ал енді балалар, біраз шаршаған боласыңдар. Ол үшін қазір қағаздан 1/3 дөңгелек дайындайық, немесе 3 шаршы дайындауға да болады. Оны бүктеу арқылы біріншісін 1/2 бөлікке, екіншісін 4 бөлікке, үшіншісін 8 бөлікке бөліп көр. Үлгердік па? Бір үлесін боя. Ал енді балалар, үлестерді салыстырып көр. Ең үлкен үлес қайсысы екен? Ең кіші үлес қайсысы болды? Және дәптеріңе ең үлкен үлесті жаз, және ең кіші үлесті жаз. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, бүгінгі істеген барлық жұмыстарыңды мынау диаграмма арқылы бағалап көріңдер. Мен бүгін сабақта білдім. Мен үшін қиын болды. Әлі де үйренуім керек. Егер де осы диаграмманы толтырсаңдар, онда сендердің сабақты қаншалықты меңгергендерің белгілі болады. Ал енді балалар, үйге осы берілген сілтемелер арқылы үлес туралы толық ақпарат алуға болады. Және оқулықпен жұмыс жасап, 85-ші беттегі номер 7-ші есепті орындап көріңдер. Сау болыңдар балалар.